Әрине, кім өзінің баласының әлде бір досының, жақынының жақсы оқығанын қаламайды. Бірақ негізінен барлық пән бойынша, мысалы 5 алу деген ондай талап жоқ. Өйткені мен өзім білем, кейбір балалар мысалы математика мен физикадан өте мықты. Бірақ сол балалар гуманитарлық бағыттан соншалықты мықты бола алмайды. Мына жақтардан 5 болып олимпиаданы жеңіп жүрсе де, мына пәндерден жеңе алмайтындар бар. Одан сол бала жаман болып қалды ма? Жоқ қой. Сондықтан бастысы бағалар емес, өйткені бағада да былай қарағанда субъективті. Бастысы адамның тәрбиелі болуы, кәдімгідей адал, жақсы адам болуы, жақсы азамат болуы, тиісті құндылықтарды бойына сіңіруі. Оны бағалармен зерттеу, әлде бағалармен бағалау мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде тек қана сол бір 4 пен 5-ке тіреліп, тек қана сол мәселені ғана қарап отырсан, ол менің ойымша соншалықты дұрыс болмайды. Егер 5 алса, ол жақсы. 90-ды 5-ке бітірсе, ол жақсы. 4 болса, қай жерде, неге 4? Бізде мысалы критериалды бағалау деген баға маңызды емес негізі. Ол баға нені көрсетеді, сол маңызды. 5 деген не? 4 деген не? Бізде критериалды бағалау деген қазір мектепте енгізілген. Оның басты міндеті ол баланың қай жерде екенін, қай пәнді, қай тақырыпты қалай игергенін, нені игере алмағанын, қай мәселемен қосымша жұмыс істеу керек екенін көрсететін жүйе негізі. Сонда мысалы бір тақырып бар, сол тақырып бойынша 4 мақсат бар сол тақырып бойынша. Міне бала мынаны түсіну керек, мынаны игеру керек, мынаны игеру керек. 4 алса, мысалы онда айтады, мына бірінші, екінші мақсатты ол игерді, мынаны түсінеді, мынамен жұмыс істей алады. Ал неге 4? Өйткені мына мәселе бойынша ол әлі түсінбейді. Сондықтан мынамен жұмыс істеу керек. Маған керегі 4 пен 5 емес, маған керегі сол кері байланыс. Кері байланыс бойынша мен көремін. Немен жұмыс істеу керек? Мұғалім білу керек оны, бала білу керек, және ата-ана білу керек. Сонда баланың өзі де біледі. Мен жай ғана 4 алған жоқпыз, өйткені 4 деген ол ешқандай бізге ақпарат бермейді. Мен мыналарды түсіндім, мыналармен жұмыс істей аламын, мынамен жұмыс істеуім керек, өйткені мынау менің әлі қолымнан келіп жатқан жоқ. Бағалаудың басты мақсаты баланың тақырыпты қалай игергенін, немен тағы да жұмыс істеу керек екенін, қандай проблема бар екенін көрсететін жүйе.